тілден айырылсақ болды, ұлттығымыз жоғалады. Ал тілді сақтап қалу үшін тіл қажеттілік болу керек. Мен Түркияға барған кезде таксиге отыра қалып едік, орыстың қыздары түрікше сайрап қоя берді. Қазақстанның орыстары 30 жыл Қазақстанда тұрып, екі қазақша сөз білмейді. Мында не сайрап кетті. Оп, еткізіп үйреніп алған. Қажеттілік туындаса үйренеді. Ғылым тілі қазақша сөйлемейінше қазақ тілінде болашақ жоқ. Неге орысша бізге кедергі болу керек? Түбі бәрі ағылшын болса. Түбі ұқсас ағылшынша. Тука. Соған еліктейді. Родной, брат. Не деген, не керек ол? Мәнсіз нәрсе. Енді өзіміз болашағымызға балта шауып тілімізді ластап жатырмыз. Сондықтан қазіргі жұлдыздар шегірткелер емес, ақылы тамағында резонатор ғана бар да. Елді дамытқанда шырылдақ шегіртке дамытпайды, шегіртке егініңді жейді. Армысыздар, құрметті біздің жаңа қазақ YouTube каналымыздың көрермендері. Жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақтар керек. Біз осы рубрикамен, осы тақырыппен біз көптеген, мен жүздеген, тіпті мыңдаған өзекті жаңа Қазақстанға, жаңа заманға қарай лайықты ілесіп өмір сүру үшін не қажет екен, сол жайлы көп хабарлар түсіреміз. Соның алдыңғы екі хабары мына Қайрат Қасымбек бауырымызбен мына жасанды интеллект жайлы түсіргенбіз. Енді жасанды интеллект жайлы қазір көптеген адамдар айтып жүр, бірақ бәрінікі үстіртін. Ол дайын Америкада шыққан ChatGPT, Қытайда шыққан DeepSeekті мына өмірде қолдану. Ол деген сөз Американың көлігін қалай тебуге болады, Қытайдың көлігін, болмаса Америкада шыққан телефон, Қытайдың телефонын қалай қолдануға болады деген бір нұсқаулық, инструкция ғана. Ал шынымен осыны жасап шығу жайлы әңгіме болу керек. Шынымен жаңа Қазақстанға ілесу үшін. Сондықтан бұл хабарды көріңіздер. Қазіргі ең өзекті біз ел болып қаламыз ба? Ұлт болып қаламыз ба? Мемлекет болып қаламыз ба? Осыған байланысты қазір. Өйткені жаңа заман, жаңа технология осы жасанды интеллектке байланысты. Өйткені бұл адамзаттың ақыл ойы. Бұдан артық ештеңе ойлап шығармайтын шығар. Бүгінгі мәселе Қайратпен осымен екі хабар түсірдік. Алғашында шолу болды, содан кейін екіншісі жасанды интеллектті қандай жұмыстарды алмастыру мүмкін, бұның бағыты қалай деген сияқты, ол да бір шолу хабар болды. Бүгін тіл мәселесі. Жасанды интеллект, ChatGPT, DeepSeekпен қазақтың тілінің қандай байланысы бар десеңіз, тікелей байланысы бар. Тікелей. Біз ұлт болып қалу үшін тілден айырылсақ, болды, ұлттығымыз жоғалады. Ал тілді сақтап қалу үшін тіл қажеттілік болу керек. Яғни техника тілі, технология тілі, бизнес тілі, ғылым тілі қазақша сөйлеген кезде басқа ұлттарға сен неге сөйлемейсің, қазақша сөйле, қазақша жауап бер деп дікіңдеп, оның жағасынан алып, оған мәжбүрлеп, оны мазақтап, оны қолдап керек емес. Қажеттілік болса сөйлейді. Мен 95-ші жылы, 96-ші жылы Түркияға барған кезде орыстың келіншектерімен бардым. Бір орыстар бардық. Соң кейін самолеттен түстік. Енді қазақ тілімен түркіш ұқсас бірдеңке түсінеміз бе десек, таксиге отыра қалып едік, орыстың қыздары har zaman, har кезде çok проблем, çok түрікше сайрап қоя берді. Қазақстанның орыстары. Мен ойлап қойдым, мына 30 жыл Қазақстанда тұрып, екі қазақша сөз білмейді. Мында не сайрап кеткен? Қажеттілік, өйткені түріктер алғашында орысша білген жоқ. Соң сауда жасау үшін, тамақ тауып жеу үшін, ақша айырбастау үшін бәрін түрікше керек. Оп, еткізіп үйреніп алған. Қажеттілік туындаса үйренеді. Сонымен Қайрат енді келіскен бойынша бүгін осы жасанды интеллект және қазақ тілі. Осы тақырыпта сөз қоссақ, өзің ойың қалай? Неге бұл өте маңызды қазір? Бүгін сұхбатты мына Инжилден бастағалы тұрмын. Біздің өзіміздің діни терминмен айтсақ, Инжилдің 11-ші сүресінде анық айтылған Нұхтың балалары топан суынан кейін қайта өркендей бастайды, жер бетін қаптаған адамдарға толады. Содан бұлар барлығы бірігіп келіп, барлығымыз шашылмайық, бір жерде шоғырланып жасайық деп, бұлар ақырын сол өздерінің бір ыңғайлы жерді таңдап, сол жерге қоныстанады барлығы. Сосын ақырын өркендей келіп, бұлар Құранда да бар, Инжилде де бар, аспан есігі деген есік болады енді. Ол Құдайға төте жалғайтын жол деп есептеген. Бұлар сол Бабел мұнарасы деген мұнара салмақ болған. Сол мұнараның көкпен бойталасқан, сондай дәу, зәулім бір мұнара салмақ болғанда, ал мұнысыны Құдайдың шамына тиеді ғой енді.
Енді адамзат енді бүйтіп шектеуінен тым асып бара жатыр дегендей, бұлар салып ортасына келген кезде тілін алмады нетіп жібереді. тіліне былық тудырады. Сонда істеп жатқан жұмысшылар анау кесек тасығанмен қалаушы бір-біріне кесек қалайтын адам бір-бірінің тілін түсінбейді. Содан ақырын бұлар шашырап жер бетінің түкпір-түкпірлеріне кетіп қалады. Түрлі ұлттарға айналып. Дәл соған ұқсас қазақтың жағдайы тура сол сияқты да. Былай қарамаққа біз Құдаймен біз жауласайық деп отырған жоқпыз. Бірақ бұл жерде айтпақшысы бірліктің күші тіл белгілейді. Ортақ тіл болмайынша біз ортақ арман мақсат болмайды да бұл жерде. Біз жарылып қалған, қақ айырылған қоғамбыз ғой енді, ол шындық. Жартымыз орысша сөйлейді, жартымыз қазақша сөйлейміз. Мұның арты біз ортақ бір мақсатта бір ұлы бір жетістіктерге жетуімізге зор кедергі болып тұр. Мысалы, ол кедергінің бірі бұрындары айтамыз, қазақ тілді анау кітап жоқ, мынау жоқ, қазақ тілді контенттер аз, балалардың тілі орыс тілінде шығып жатыр деп. Ал енді бүгін соның жаңа түрі келе жатыр. Жаңа түрі, яғни жасанды интеллект құды біздің өсіп жатқан балалар сияқты қазақ тілін меңгере қойған жоқ толығымен. Егер жасанды интеллекттің тілдерге икемділігін тізетін болсақ, қазақ тілі шамамен үшінші деңгейге түсіп қалады. Ал бірінші деңгейде ағылшын, француз, неміс сияқты көп қолданыс, испан тілі сияқты, қытай тілі сияқты. Қазіргі санақ бойынша ағылшын тілі бірінші орында тұр. Өте жақсы игерген. Екінші орында қытай тілі. Өйткені білесіз ғой, 5 адамның бірі қытайша сөйлейді. Қытайша ақпараттарды жазады ақпарат әлеміне. Мен жарты жылдай болды, жасанды интеллект өте күндіз түні қолданамын десем болады. Сонымен оянамын, сонымен жатам. Орыс тілі қазақ тіліне қарағанда көш ілгері. Өйткені жазған кезде орысша өте керемет, қатесіз, мұздай қылып жазып береді. Қазақша болса ойдым орысша араластырып жібереді. Ойқы-шойқы, грамматикалық қателер өте көп жібереді. Сонымен мен ұрысып бітем. Сен неге қазақша? Сонымен аудартам. Аудартқан кезде қате аударады. Ананы тілме тіл калька дейді, көшірме қылып аударады да. Бастауышты басына қойып, баяндаушты аяқ жағына қойып деген сияқты. Содан кейін өзім дұрыстап тұрып аударам. Соң қайтадан салам да айтам, мен данышпан деп қойдым. Әй данышпан, мен сен данышпан десем, мынау не қиқы-жойқы аударасың. Қазақтың тілдік құрылымын сақтап, мынаның осылай қазақтың мәдениетімен, тілдік құрылымымен сөз тіркесін өстіп аудар десем, уәде береді. Я, Ахметбек аға, кешіріңіз, мен осылай аударып жатыр, мен дұрыс аударам дейді. Аударып басқа жерге кіріп, жаңа бір парақша ашқан кезде қайтадан сол басталады. Өйткені ол әлі қазақша, санасы қазақша болмай жатыр ғой. Тілдік модель кемелденбеген. Тілдік моделдің кемелдену үшін мына ақпарат әлемінде қазақ тілді ақпараттар көп болу керек. Мейлі ол аудио болсын, текст болсын, видео болсын. Бұл өйткені ол үш түрлі жақтан интернеттен үйренеді бұл. Ақпараттарды өзіне сіңіріп алып, содан одан өзінен бір кемелденген тілдік модель жасап шығады. Ал біздікі мынау орыс тілі, қытай тілімен салыстырғанда бір шалап-шұқ бірдеңе де. Толық кемелге жетпеген. Бұл ана орысша оқып тілі шыққан бала сияқты. Мысалы, мен немерелеріме сөйлесемде, кейде ана әлеуметтік желіге сөйлескенім салсам, мына балаң орысша ғой, орысша, сен өзің қазақ дейсің, балаң орысша, немерелерің дейді. Балаларым таза сөйлейді. 3 жылымда, мысалы, менің достарым, араласам, достарымның семейде тұрғанда ешқайсының балалар қазақша сөйлемейді. Бірақ мен 3 жылым әке деп осы Қазақстанда ең бірінші, мен үлкенім 84-те туа салысымен әке деп шығардым тілін. Ауылға барғанда, өр жаққа барғанда, ана үлкен ағаларым мен соныған маған әке деген естиді, олардың құлағына бір түрлі естіледі. Ай, Қуаныш әке деп айтады екен, Думан әке деп айтады. Олардың бәрі папа. Содан бастап ана Қыдырәлілер үйге келген кезде болмады. Мә, Ахмет ағаның баласы әке деп айтады екен. Бүкіл Қазақстанда соның алғашқылардың бірі мен айтқызған балаларым қазір. Бірақ немерелерім бұл балалар бөлек тұрады. Астанада тұрды, осыны бөлек тұрады да. Енді келін, оған енді барып күнде айғайламайсың ғой енді. Балабақша, TikTok, телевизор, содан кішкене тілдер орысша болып кетті. Мен қақсабаға отырамын. Қорқытып айтамын, бұлар ертең жанын баға алмай қалады, масқара. Одан кейін екіншісі айтамын, менің абыройымды ойласаңдар, сен тіпті мұрмағанда. Ахметбектің немерелері осылай болып жүр деген елге мазақ қойды деген сияқты. Соны келіп тілдерін сындырдым. Сындыруға тырыстым. Бірақ
ана тілдік немесі қалай қалыптасады. Мысалы немереме келе жатырмын, бірдеңе айтты. Деші Аяз ата дейді. Алдына қояды. Аяз ата деші демейді. Бастауышты аяғынан қояды да, баяндаушты алдына қояды. Орыс тілі солай. Иә. Скажи, Дед Мороз. Дейді да, Дед Мороз десең, оған қалжыңдап өзіңе бірдеңке айтады да. Скажи, Дед Мороз дегенді, деш Аяз ата деп аударады. Соң кейін ана қойыртпақ бірдеңке болып шығады. Соң кейін мен айтамын, үйтіп айтпа, қазақша Аяз ата деш деп айтады деп. Сөйтіп ақырын енді түрлі амалмен тілін сындырып келе жатырмын. Бірақ қалай мида алғашқы қалыптасты баланың, ол солай аударады. Қазақи түсінікпен емес, анадан сөзбесіз аудара салады. Қазір журналист жастардың сөзін тыңдау мүмкін емес. Атым Қайрат болады. Болады деп. Болады. Одан кейін қазір сөйлейтін боламыз, қазір істейтін боламыз. Қазір сізге тамақ даярлайтын боламыз. Сонда сен айтсаңшы енді, қазір мен жейтін боламын, көретін боламын, ішетін боламын. Не болып кетті бұл? Қызмет жасап жатырмыз деген сияқты. Жұмыс жасап жатырмыз. Атым Қайрат болады, атым Марат болады, атың Марат болмайды, атым Марат. Иә. Бірақ бәрі сөйтіп сөйлейді, үлкені де, кішісі де. Артық жалғаулықтарды қосып алады. Қосылады. Анадан көшіреді ғой. Мәнсіз. Жасанды интеллект тура сол сияқты ойлаймын. Жасанды дұрыс мысал айттыңыз. Жасанды интеллект бала сияқты ғой. Бала негізі 0-ден 3 жасқа дейін қай тілді ортада өсетін болса, оның миындағы логика, компьютерлік контроль жүйесі сонымен қалыптасады өзі. Ал егер 0-ден 3 жастан бұрын бұны сен бір қаңқағып қалыптастыра алмаса мида, онда ол өзге тілді бала болып өседі ол. Кейін қалпына келу өте қиын. Жапондардың бала кезінде ешқандай тілді жолатпайтыны, таза жапон тілінде оқытатыны содан. Сондықтан балаларды жақсы, бүгін балалар жайлы емес, бүгін жасанды интеллект жайлы. Неге дегенде, енді неге жасанды интеллект қазақ тілінде сөйлету керек? Меніңше, қазір ана бір кезде Билл Гейтс айтқан, 21 ғасырда, осыдан 30 жыл бұрын айтты. Не сенің кәсібің, бизнесің интернетке кіреді, не сенде кәсіп болмайды деп. Мен 2015-те бастадым, 11 жыл бұрын бизнес басталды. Сонда мен осы сөзді күндізін айтатынмын. Мен алғаш көрген кезде мен миымда жарылыс болды, интернеттің жойқын күшін. Соң кейін жатсам тұрсам айтатым, интернетке кір, мал бағасың ба, үй саласың ба, бақша өсіресің ба, бала бағасың ба, музыкамен айналысасың ба, немен істесең де кәсібім алға жүрсін десең, интернетке кір, сені кәсібің телефонды арқылы сені кәсібің телефонмен тауып алып, осы арқылы қызметіңді алса, онда сенің бизнесің алға жылжиды. Мынаған кірмесе сенде бизнес жоқ деген сөз. Дәл сол сияқты, енді сен жасанды интеллектті меңгермесең, бітті. Ол мемлекет, ол халық, ол кәсіп, ол мамандық далада қалады. Өйткені ақылмен істейтін жұмысың бар, жасанды интеллект істейді. Ал енді жасанды интеллект қазақша сөйлемесе, онда бітті шаруа. Бітті. Онда тіл дамымайды. Өйткені анау қажет. Мынау қажетсіз, мынау өмір жоқ. Мынау орысша сөйлеп тұрса, балаң да бәрі соған қарай орысшаға кетеді. Тіліңді неме? Біздің тіл тек қана киім әкел, шай құй деген кәкір шүкір үйдің неменесінде, шаруасында бүйтіп ауланың айланысында қалады. Ғылым тілі қазақша сөйлемейінше қазақтың тілінде болашақ жоқ. Қазір бар әгүл магнумға шабуыл жасадық. Көшедегі біреулерді тоқтатып алып, сен неге маған қазақша жауап бермедің? Ол өгіздің мұрнын жұдырықпен тесу сияқты. Үйтіп тіл дамымайды. Қажеттілік қазақтың тілінсіз мынау сықылдатып істеп тұрса, болды ғой. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Енді қазақша сөйлету үшін неден бастау керек деп ойлайсың енді? Әркім өзінен бастау керек. Жаңа бұрындар айтып едік қой. Жоқ, жасанды интеллект қазақша сөйлейді. Иә, білемін. Бұрын айтып едік қой. Әркім өз отбасынан бастау керек, балаларына қазақша сөйлеу керек деп. Ал бүгін көрдіз, әркім өз телефонында қазақша жазу керек, әрі дұрыс, еміне қатесінсіз, анау орыстың клавиатурасымен, анау жоқ, ыңды ыңғып жазып сөйтіп, былықтырып жазсаң, ол жасанды интеллект үшін ол анау қоқыс ақпаратқа айналады ол. Қоқыс ақпарат ол. Сосын бұл біріншісі. Еміне қатесіз жазу. Екіншісі, араласпа тілдерді кіргізбеу бұл жерде. Мысалы, арабша сөздерді көп қолданамыз, орысша терминдерді көп қолданамыз. Өйткені компьютер адам емес ол. Ол сенің жазған сөйлеміңе анализ жасап келе жатады. Кенет арабша терминді көреді, кенет орысша терминді көреді. Содан бұл
бұл басқа класста екен дейді. Ол ана алдыңғы жолы айттым ғой, нейрондық жүйе сияқты өз бір класстарды қалыптастырып, сол жаққа тілдік модель жасайды. Сол кезде бұл қателеседі. Күрделілігі артқаннан кейін, бұған есептеу ресурс көп кетеді екен дейді, бұны аттап өтеді. Яғни сен бұл араласпа, кірме сөз терминдерді көп қолданған сайын, бұл жерде жасанды интеллект баға береді. Қажетсіз ақпаратқа айналады. Үшіншісі, былапыт сөздерді, боқтық сөздерді, сосын кек алу жөніндегі мына діни кек болсын, нәсілдік кек болсын, сондай сөздерді көп жазатын болсаң, онда өзінің нұсқаулығы болады өзінің программада. Ондай ақпараттардан алмайды ол, үйренбейді оларды. Олардан аттап өтіп кетеді. Осы үш маңызды неге мән беру керек? Сонда біз ақпаратты барынша өз ана тілімізде, қазақ тілінде толық әрі кемелді, грамматикасы дұрыс қылып жазсақ, сонда жасанды интеллектті тамаша ақпараттық қоректікпен қоректендіре алаймыз. Сіздің қосқан үлесіңіз, мысалы, қазір денсаулық саласы не дейді? Қан қысымы демейді, менде давление. Қант диабеті демейді, менде сахарный диабет болды. Сол сияқты кез келген денсаулыққа байланысты ма, өмірлік білім алуға байланысты ма, қандай қарым-қатынас байланысты ма, отношение, қарым-қатынас демейді, отношение бұзылды, көңіл күйім жоқ демейді, настроением түсіп тұр деген сияқты. Ана немене сөздерді, орыстың сөздерін кірістіре береміз, қойыртпақ болып шығады. Соң кейін жасанды интеллект айтады, мынау қоқыс. Таза емес қоқыс. Сияқты қоқысқа сай салады. Сондықтан біз бірдеңке жазамыз ба? Мен мысалы мен тренинг өткізгелі 7 жыл, биыл 8 жыл асты да. Бір ауыз орысша қоспай өткіземін. Бизнестің де түгел тілін қазақша жасадым, қазір медицина тілінде таза қазақша өткізем. Арасында қазақша ұқпайтындар болады. Сол кезде мен амалсыз кейбір сөздерді мысалы да қазақшаға нетуге тырысам, қазақша баламасын беруге. Мысалы мотивация адамға, рух көтеру, шабытын ояту деген сияқты. Сана, бейсана, бүкіл медицинаны қазақшаға аудару, медицина тілін қиынның қиыны. Бірақ мен көз майым тауысып, бір сөздерге кейде бір айлап қаламыз деймін. Бұнаны қалай мысалы? Стресс, депрессия деген қалай? Қазақша торғу деген сөз бар да. Торықтым деген сияқты, соны қайткенде де баламасын табам, таза қазақ сөйлеймін. Бұл менің жасанды интеллектке қосып жатқан өзімнің үлесім азамат ретінде. Осы қазақтың бір ұлы ретінде. Сізде интернетке не жазасыз, не іздеп жазасыз, қандай ақпарат саласыз, таза қазақ тілінде жазатын болсаңыз, сіз осы жаңа ғылымға, тілдің дамуына, елдің дамуына қосқан үлесіңіз болмақ. Сол емес пе? Дұрыс. Әрбір оның сөзсіз жасанды интеллектке бір зерттеу орталығындағы немесе университеттегі адамдар үлес қосып жатқан жоқ. Қарапайым әрбір, мейлі сен малшы бол, мейлі тазалықшы бол, барлық адам үлес қоса алады. Өзінің бір үлесін. Өйткені мысалы айталық, бәрімізде әйтеуір әрқайсымызда бір білім бар. Біреу ауыл шаруашылығы саласында, біреу құрылыс саласында, біреу есеп шығарады, біреу физика, біреу денсаулық саласында, біреу киім тігу, біреу сауда, біреу маркетинг саласында дейік. Әрқайсы өз саласын біледі. Соңын ақпарат салады. Жазады, сайт жасайды, әлеуметтік желіні жазады. Сонда бәріміз ана ортақ нәрсеге салып жатырмыз. Сонда мысалы 1000 немене дейік, айталық, құрылысшы. Құрылыс жайлы бір ақпараттар салып жатыр. Біреу соны ағаш жайлы, темір жайлы, құрылысты салу жайлы, сызбасы жайлы, оның мына жер сілкінісіне шыдамдылық жайлы бәрі ақпарат салады. Енді тұтынушыға қарсы алып шақыру үшін, бір жарнама беру үшін ақпарат салады. Біз әбейдем жарнама демейміз, реклама дейміз. Неге жарнама деп айтпасқа? Ахмет Байтұрсын атамыз сөздің барлық қорын, емлемесін түгел жасап кеттіміз ба? Соның кейін, мысалы, сіз 1000 адам құрылысшы, Қазақстанда 1000 емес, 10 000 құрылысшы бар шығар. Солар ақпарат салып жатыр. Енді мен мынаны қостым, құрылыс жайлы бірден іздеген кезде, ананың ішінен менің керегімді тартып шығарып бере қояды. Сонда 15 миллион қазақ бар ма? Бәріміз өз саламызда қазақша салып отырсақ, соң кейін біреу бірден іздеген кезде қазақша саған шығарып бере қояды. Өте жоғары деңгейде шығарады. Ана күні қырғыздарда мен де оқып қалдым. Қырғыздар айтады, мына жасанды интеллект пәле болды, қырғыздардың бәрі қазақша сөйлеп жатыр. Неге қырғыздар қазақша сөйлеп кетті? Өйткені интернетте біз екі ұлттың тілі жақын ғой. Интернетте біздікі
Біздің өлшемде мысалы алда тұрмыз ғой біз. біздің санымыз көп, қолданатын адамдар көп, интернеттегі жаңағы ақпараттар көп болады да, қырғызшамен салыстырғанда. Содан жасанды қарайды, мынау өлшем қырғыздардікін дұрыс емес өлшем деп есептейді да, өйткені аз, көп адам қолданбайды. Сондықтан мынау дұрыс өлшем, мынанікі қате дейді де, бізді ол білмейді ғой. Қырғыздың қайсы, қазағың қайсы екенін білмейді. Қырғыз өзі 2 миллион, 5 миллион ғана халық. Ал бізбен салыстырғанда ол түк емес қой ол. Сондықтан ол бізді қырғыз сөйлесе қазақ екен деп өлшемді жауап бергісі келеді әрине. Қазақша береді, қазақша ақпарат ұсынады оған. Иә. Енді қырғыздан озыртып мәз болып мөркімізді аспанға атпай қояйық. Алды артқа қарап емес, озатын адам алдыға қарау керек. Орысты қуып жетейік, Беларусьті қуып жетейік, Қытайды қуып жетейік, Американы, Жапонды қуып жетейік деген сияқты алдымызға қарайық. Сондықтан бұл нені көрсетеді? Жасанды интеллектке сенің нәсілің, ұлтың, дінің, басқасы ол пысқырып қарамайды. Қарамайды. Ол саралап, оны алалап, анау мықты, мынау қайсысы мықты соны шығарады. Сондықтан бірінші еңбек жасайтынымыз, бәріміз осыны көріп отырған таратыңыздар. Қорғаны қайтап айтайын, аттанмен, айғаймен, ұранмен қазақ тілін дамыта алмайсың. Күшпен, соққымен, мәжбүрлеумен қазақ тілін біреуге үйрете алмайсың. Балаңа да, немереңе де. Мен алдап, сулап, сыйлық берем, бүйтем деп балаларыма. Онген кейде қорқытып, ананы бермей қоям, немерелеріме, балаларыма деп. Соларға қазақ тілін қалай да сіңіріп жатырмын, шамам жеткенше. Бірақ менің күшім мынандай болса, TikTok-тың күші менікі бір құмалақ болса, TikTok-тың үлкен жартастай. Өйткені анадашына неше түрлі әдемі нәрсені салып қойған. Соны қарайды, YouTube қарайды, онген Машаны қарайды, Медведь и Машаны қарайды, тартып алсаң жылайды. Және қолымда тұрған жоқ, бөлек үй тұрады. Сондықтан мені жазғырып жатқандар түсініңіздер. Егер мен қолымда болса, әрине күндізін айналса мен тілін қазақша шығарып алатын едім. Енді жаңағы қараймыз да, балабақшадағы мультиктердің, әсіресе баланың алданады ғой бәрі, енді қайтесің онда, кешке дейін қасында жүрмейсің, мектепке барады, немене қарайды. Мына мультфильмдерді қазақша сөйлесе, TikTok-тағы бір күшті немелер шықса, баланы қызықтырады. Мәжбүрлеп емес, қызықтыру керек. Ол үшін оны да тағы да қазір жасанды интеллект видеолар шығарып жатыр да. Жасанды интеллект өзін жасаған өзі өндіреді видеоларды. Бірақ болашақта қазіргі бар видеоларды қазақша конверттеп шығарып бере алады. Аударып бере алады. Дыбысты түрде. Тіпті адамның сонда видеода сөйлеп жатқан адамның ауыз пішінін де өзгерте алады. Соған таяп келеміз. Мүмкін бір 5 жылда біз ол іске асу мүмкін. Толық кино түсіріп шығаратын болады. Бүкіл YouTube-тағы видеолардың барлығын сен астында тіл тыңдау деген батырма болады. Сол жерден сен мысалы бір бүгін жаңа шыққан бір ғылыми жетістік болса, мысалы Американың бір ғалымы сөйлеп жатса сахнада, сен оның астын қазір таңдау бар, бірақ ол ана сабтитл дейді ме? Астындағы субтитр. Сонымен ғана шектеліп тұр ғой. Енді бір 5-10 жылда сенің қолында программаң болады. Кез келген видеоны сен баса салсаң болды. Сол қазақ тілінде ең жаңа ғылыми. 5 жыл емес, қазір сөйлеп тұр. Яндекс бар. YouTube жасай алмайды. Яндекс. Мен халыққа ағылшын тілінен, неміс тілінен, басқа тілдерден, қытай тілінен тауып аламын ғой видеоларды. Соны өзім немен аударып аламын. Содан кейін Яндекс деген бар. Яндекске жүктеп қап, тілді таңдасаң, ол қазақша сайрап қояды. Бірақ қазақша қате сөйлейді. Орысша 99%. Сол қате 99% орысша. Кішкене бір жерге леп белгісін дұрыстап қоймайды. А былай 99%. Қазақша 50-60-70% шала-пұла сөйлейді. Мен айтқаным жаңағы бұл жоғары деңгейдегі түр. Мысалы, видеода сөйлеп жатқан сіздің даусыңыздың, көмекеңіздің жуандылығын, ырғағын дәл сондай қылып аударып береді. Осы деңгейде. Робот сөйлеп жатқан сияқты емес. Қазірде менің өзімді жасап, балалар жасап жатыр, бірақ бәрібір немес кемейді. Ерінің қимылы кемей қалады. Дауыс ырғағын әлі ұстай алмай жатыр. Барлығын келтіруге болады қазірдің өзінде. Бірақ бізде қазақ тілді модель әлі қалыптаспады емес, кемелді емес. Орысша керемет. Бірақ сізді қытайша сөйлеткізу, Қытай екен дейді. Мен өткен жолы Барейка мен Жакишев сөйлетіп қойды, сұхбат алып жатыр. Барейканың дауыс ырғағын бәрі, ну чё, господин Жакишев, былай десе, анау
Енді ана алаяқтар жасағанда Иә, иә. анаған ақша сал, мынаған ақша сал дегенде екеуін сөйлетіп қойған. Иә. Дауыс ырғағы, сөздің екпіні, ерінің қимылы бәрі келіп тұр да, ананы енді білмейтін адам алданады. Телефон алаяқтар бар ғой. Иә. Орысша сөйлеп алдайтын. Көбінде кім алданбайды? Ана бір тілді біз сияқты қазақ тілділер алданбайды. Өйткені қазақ сөйле деп тұрып аламыз, сосын ол мазасы кетіп баса салады ғой. Қазіргі кезде жасанды интеллектпен қазақ сөйлеп алда қалады. Бұл тосқауылды да бұзды бұлар. Бұзды. Осы негізінде. Сондықтан қазақша бұны сөйлету сіздің, менің, Қайраттың, бүкіл қазақтың, егер болашағында ойласаң, егер бір күніңді ойласаң, өзің нан тауып жейінді ойласаң, мынаған сөйлесе бересің. Мен қазір жасанды интеллектпен тек қана қазақ тілінде сөйлесемін. Орысша мен өте жақсы білемін. Өйткені міне 15 жасымнан бастап бүкіл оққан кітаптарым 99-да 99% орысша. Мен қымызбен айналыстым, жиһазбен айналыстым, медицинамен, бизнес бастаумен айналыстым. Немен айналысқан кезде 99-да 99% ғылыми ақпараттың бәрін орыс тілінен алдым. Соның көбі енді 70-80-90% ағылшыннан аударылған ақпараттар. Қазақшаға дұрыс аударылмайды. Енді қазір осыған мен үлес қосайын деп, ана қарлығаштың қанатымен су тамызғандай болып, мысалы менің міне жасанды интеллектімде тек қана қазақша, байқасаңыздар, мені көріп жүргендер, міне қараңыздар, түгел қазақша, міне қызметтік міндет, мысалы міне түгел қазақша сөйлейді. Соңғы мына орысша сөйлесе ұрыссам, орысша дұрыс аудармаса ұрыссам, ұрыспаймын, ұрыссам деп айтамын ғой, кәдімгідей тәрбиелеймін. Маған тек қана қазақтың тілімен аудар. Қазақтың тіл қорын, қазақтың сөз құрау әдісін, тәсілін сақта, ол былай болады деп өзім қазақ тілін жақсы меңгергендіктен соған үйретіп отырамын. Ал екіншісі, балаларды қазір мына неменен программалау, бағдарлама жасау роботтарға. Оны да қазір сен қазақша жасап жатсың да? Иә, қазақ тілінде. Міне, егер де қазір балалардың бәрі есі дұрыс ата-аналар кішкентай немерелерін, мен сияқты үлкендер, жастар балаларын робототехника, робот жасауға, программалауға, осыған қарай бағыттап, соған үйреніп, қандай ақша болсын, соған апарып жатыр. Өйткені болашақ осылай кететінін, 90% адамдардың жұмысын қазір робот жасайтынын, енді сен сол роботты бағдарлама жасай алатын, роботты басқара алатын, роботқа қызмет көрсете алатын, сондай мамандықты игерсе, ол бала нанын тауып жейді. Ал енді бұны бағдарлама жасайтын тіл орысша болатын болса, білді. Ана, мысалы мен Қытайдан келген кезде, менің әкем Қытайдан келді, үлкен ұлын Төлеуғазы ағамды орысша берді. Өйткені сол кезде түсінік қалыптасты. Орысша оқыса, нан тауып жейді. Қазақша оқыса, нан тауып жей алмайды деген. Мен осы Қазақстан көшіп келгенде, біздің туысқандарды айтқан осы жердік. Орысша білмесең, жан тауып жей алмайсың деген маған. Жұмысқа тұра алмайсың, ешқайда барып күніңді көре алмайсың деген. Өйткені сол орыс тіліне құмарлықтан, орыс тіліне жағымпаздықтан емес, осыны білсең нан тауып жейсің деген түсінік болды. Ал енді қазір жасанды интеллект, қазір енді есі дұрыс адамның бәрі жасанды интеллект деген былай түсініңіз. Ақылы бар адам ақша ақылмен келеді. Мен қазір жастарға айтамын, ақша қума, білім қу деп. Өйткені білімді адам ақшаны келеді. Табыс табатын сен ақша қайдан табамын деп ойлама, үш нәрсені ойла. Білімің мықты болу керек, кәсіби шеберлігің мықты болу керек, соң табанды болу керексің. Осы үш қасиетің болса, саған ақша келеді. Өзің қабілетіңе сай, құрылыс саласы ма, компьютер саласы ма, ауыл шаруашылық саласы ма, тағы қандай сала. Кез келген салаға бардың, сол салада өте жақсы білім алдың. Соны жасауды шеберлік, мысалы жиһаз жасау, темірден бірдеңе жасау шеберлігің өте жоғары, және табандысың. Болды. Сен қалай ақша табамын деп ойлама, ақша табатын қасиет, осы үш нәрсені білуің керек. Соны білсең ғана сен ары қарай наныңды тауып жейсің. Ал енді болашақ мына жасанды интеллектті меңгеру керек болғаннан кейін, соны меңгересің. Балалардың бәрі айтады енді, жасанды интеллектті меңгерсең, наныңды тауып жейсің. Маған барасың, мына орысша сайрап тұр. Орысша сөйлемесең, орысша білмесең, мынау сені қабылдамайды. Сен амалсыз. Қайтесің, саған күн көру керек. Тіл деп отырасың ба, наныңды, жаныңды бағу керек, отбасыңды асырау керек. Соңғы оларға ренжіп керек жоқ. Сондықтан не істеу керек? Ұлт ретінде сақталып қалғымыз келсе, жасанды интеллектке бәріміз ақпарат салғанда қазақша салуымыз керек. Өйткені мынаны түсініңіздер, болашақта ақылмен істейтін жұмыстың бәрі мынау жасайды. Ақылмен істейтін жұмыстың бәрі. Мынау сізден, менен, Қайраттан миллион есе
ақылды. Бүкіл әлемнің ғылымын тауысқан адам мұнда отыр. Сондықтан мен жастарға айтамын, қазір сендерге анда университет, мына университет қойыңдар, логиканы дамыт. Мен күнде қазір логикалық есеп шығартамын бәрін жинап алып 8-ден 9-ға дейін. Содан кейін сол кезде сен жасанды интеллект саған бағынады. Логикаң болса, ол кәдімгі үлкен самолет сияқты. Осылай деп түсініңіздер. Сондықтан бәріміз жабыл қазақ жабыл деп ана қазақша сөйлетейік. Ал Қайраттың басында бойында үлкен міндет тұр. Сіз бен біздің 5, 6, 7, 8, 10 шақтағы жастағы балаларымыз мынаны бағдарлама жасап, мына жасанды интеллекті бағдарламасын жасап, программалап үйрену керек, және оны қазақ тілінде үйрену. Өз ана тілінде. Өз ана тілінде бұйрық бере алады. Соны қолдап, халық болып қолдап осыны дамытып жіберсек, бұл ұлттың дамуына қосылған өте үлкен бір үлес болмақ. Осы да қандай бір тіршілік жасап жатсың, осы қандай деңгейде болып жатыр қазір Қайрат? Негізі программа тілі бұл жерде орысша үйреніп барып программа жазып жүр ғой енді. Орыс тілі бұл жерде программаның ядросы негізінде ол ағылшын тілінде сайрайды ол. Ал мынау жаңа блоктау программалары бар, орысша жазылған. Ол жерде орысшаны сен игеріп істегеніңмен программа түбі қайта ағылшынша жазылады. Оны арғы сахнаның арт жағында. Сондықтан неге орысша бізге кедергі болу керек? Түбі бәрі ағылшын болса. Түбі ұқсас ағылшынша ғой. Соған ойладым да мен. Неге қазақша өз ана тілімізде жазбаймыз блоктау программасын? Ешқандай қазақ балаларына бір тіл үйреніп отыру керек, уақыт сарптың қажеті жоқ. Сен қазақ тілін кәдімгі тұрмыстық тілді игеріп алған бала болсаң болды. Сен программа жаза бересің. Құда анау Инжилдегі сияқты алдымен жарық болсын деген бол деп айтты, бола қалған сияқты. Бұйрық бар. Бұйрық тілі ғой кәдімгі. Сен қай тілде сайра мейлі. Тек анау біздің платформаға қазақ тілін түсінетін қабілеттен келсек, сен қазақша бұйрық берсең болды, ол орындай береді ол. Орысша қажет емес. Бізде бір қате түсінік бар. Бұрын дұрыс шығар енді, қазір дұрыс болмайды бұл. Мысалы, көп тіл білген сайын өзіңе жақсы деген. Бұл қоғамға жараспайды бұл. Неге десе, көп тіл білген сайын деген сөзде, ол бұрынғы кезде кітаптарды ақтарып сен орысша ақпаратты аласың, болмаса латынша, испанша, ағылшынша білсең әрине жақсы. Ал қазір жасанды интеллекттің көмегінде сен оны ең мықты аудармашы аударып бере алады саған. Ең түсінікті өз ана тілінде. Яғни сен тілі үйренетінге деген 3 жыл, 4 жыл уақытың кетеді ғой. Уақыт керек емес. Сен төте кәсіби сол саланың білімін ағылшыншадан үйрене бересің өз ана тілінде. Бұл жасанды интеллекттің бізге беріп жатқан қолайлығы. Ал бұрынғыдай сен тіл үйренуге уақыт сарп қылатын болсаң, онда кәсіби білімің жетіспей қалады. Мен өзімнің бұл тез заман ғой. Өте тез ақпарат, мына даму, дәуір аттау өте тез. Бұндай кезде сен бір тілді үйреніп барып, одан барып сен сол саланың кәсіби білімін үйренгенше ел кетіп болды алдына. Сен ескі дүниелерді үйренесің. Аударма күтіп отырсаң тағы болмайды. Өгіз арбаны шегіп жүрсің дейсің ғой. Иә. Мен қазір өзім жасағыма, команда деп айтады, мен команда демеймін, жасақ. Жасағыма. Жастар қазір 50-60 адам, 70-ден асып кетті ғой. Соларға мен арман мақсаттарын жазғыздым. Өмірлік арман мақсат, 5 жылға, 1 жылға деген сияқты қандай мақсаттарың бар? Мақсатымыз бірге ме? Менің мақсатым Қазақстан халқын сауықтыру, шынықтыру арқылы сауықтыру, дәрі-дәрмексіз. Сонда қарасам, біреу ана тілді үйренем, ағылшын тілін үйренсем, Қытай тілін үйренсем, айтам, не керек? Не керек қазір? Мен бүкіл әлемнің тілінде сөйлеп, қазір 5 секунд ауыстырып беретін көмекшім тұрған кезде, соған уақытымды сарып қылып не керек? Ауылдың балалары жүр ғой. Логиканы дамыт. Логикаңды, ақылыңды, интеллектіңді дамыт, логикалық есептер шығар. Болды. Логикалық есепті шығарып үйренсең, мынау саған жапонша ма, қытайша ма, түркше ма, ағылшынша ма, французша, немесе, суахили, кез келген тіліңді шүк еткізіп берсе екен, аударып бере салады. Түк қажеті жоқ. Мысалы бізде мына таза қазақы ауылда өскен, тек қазақша білетін жігіттер Қытайдың анау теңіз жағалауында сауда істеп жүр. Бір телефон болса болды. Бұрынғыдай ортада ана посредниктер жек кету, өзіңіз айттыңыз ғой, үстіне делдал деп айт. Сен де орысша қосатын болсың. Жоқ, енді түсінікті болсын деген сияқты. Делдал. Дұрыс айтасыз. Ана аурудан басқаның, ана сынықтан басқаның бәрі жұғады дейді ғой. Соған ұқсас маған да кіріп кетті сол терминдер. Ал мен келгенде, осында алғаш келгенде
мә сендер бір қазақта ұмыт болған бір байырғы бір терминдерді қолдана алайсыңдар, иә, таза қазақша сөйлейсіңдер дейді. Біз негізі біз таза қазақша сөйлеп жатқанда керемет деңгейде емеспіз. Біз сол осы Қазақстанда көп қолданыстан шықпаған, өліп қалған терминдерді біз қолданамыз да, қолданбасаң ол өлі терминге айналады. Иә. Ал бізде бар баламас бола тұра, жаңа сіз айттыңыз ғой, орысшасын істетеді де, бұл ақымақтық қой. Нервничать еттім дейді. Иә, нервничать еттім. Жүкім тозып тұр демейді. Иә, жынданып тұрмын, болмаса ана болады ғой. Иә, ызаланып тұрмын, ыза болып тұрмын деген сияқты оны қолданбайды. Жаңағы орысша нені терминді қоса салады да, сосын жасанды интеллект үшін айтқанда бұл артық ресурсты құртатын бір есептеуге айналады. Содан кейін қазір жастар қит етсе, брат, родной, ана кім еді, Шымкенттегі ана Тука, соған еліктейді, родной, брат. Не деген, не керек ол? Мәнсіз нәрсе. Соны біресі арабша неменен шықты, ауыз ашар, ифтар, мифтар. Соны енді өзіміздіге, өзіміз болашағымызға балта шауып тілімізді ластап жатырмыз. Сондықтан сіздерге осындай орайы келіп тұр. Енді жастар, балалар, айтасың, сен кейін өте керемет, Илон Маск бәрі біледі ғой, Билл Гейтс, Цукерберг, Джек Ма сияқты болғың келе ма? Әлемде танымал атақты адам болғың келе ма? Жақсы табыс тапқың келе ма? Бәрі шегіртке болып кетті ғой кейін кезде. Түгел шегіртке ән салып, шырылдауық шегіртке шырылдап жүріп ән салған. Сол бәрі. Балабақшадағы балаға кім болсын десең, әнші болам дейді. Соған енді бәрі ғалым, инженер, робот жасайтын адам болуым керек. Ол үшін қазақша білу керек. Қазақша білмесең, ананы бағдарламаны жасай алмайсың. Ол неменеге, үйірмеге сені алмайды. Сондықтан қазақша үйрен. Соны қазір Қайрат жасап жатыр. Сондықтан мен өте Қайрат айтқан кезде, мынаны қазақша сөйлеп жатыр ма дегенде, мен жерден жет тапқан, қоян тапқандай қуандым. Айттым, Қайрат болды, мен саған көмектесем. Енді Жылқышыбай, осыны көріп отырсаң, Тайыр, Еркебұлан, Асқат, осы YouTube жүргізіп жатқан бауырлар, енді шегірткелер сала қоймайды бана. Шегірткелер енді миллион подписчигі бар, шегірткелер салмайды, оларға сайқы мазақ керек. Оларға мынандай маңызды, халықтың болашағына қызмет жасайтын, ғылым білімді исі мұрнына бармайды олар. Енді тым құрмаса осы жаңағы мен атын атаған азаматтар. Ұлан, Омар Жәлелді шығарғанша мына Қайрат шығарсыншы. Ұрлық қылып, мал тап, ойнас қылып, ұл тап деп жүрген Омар Жәлелді шығарғанша осындай қазақтың болашағына, өйткені сен де бала жүріп отырсыңдар ғой. Сендерде болашақ ұрпақ бар ғой, бізден кейін де өмір бар ғой. Біздің кешегі, мысалы, Ресейде не болды ана? Бәленбай ұшақтарын, дрондар шабуыл жасады да қырды да кетті ғой. Жасанды интеллект. Ешқандай басқарып тұрған жоқ алыстан. Елдер айтады, бейт басқарып тұр, оны ана жақтан бәленбай 100 дрон, оны ешкім басқарып отырған жоқ, ол таниды да. Аэродромның маңында анау толқынға қарсы жабдықтар қойылған ол. Ол жаққа сен алыстан басқарып кіру өте қиын. Сондықтан жасанды интеллектті қолданып отыр. Жаңағы жүк автомобильден ұшып шыққаннан кейін ол бұрын танытқан анау соғыс ұшақтарының сыртқы пішіндерін, геометриялық пішіндерін сандық түрінде, мына цифрлы түрде сақталғанда ұшып шыққан сәттен ақ ол мен қайда барып соғылам? Кімді өлтірем, қалай өлтірем, соның бәрі. Иә, бәрі жазылып тұр. Әуелі арасында біреу видео түсіруге жауапты. Жаңағылардың жарылып жатқандарын видеоға түсіріп, спутникпен жіберіп тұр. Көріп отырсыз ба? Украинаның қазір Ресейдің ес ақылын шығарып жатқаны осы жасанды интеллекттің көмегі. Израильдің қазір алақандай 10 миллион халқы бар Израильдің бүкіл ислам елін бағынбай, Ираның бар, Палестинаның бар, басқасын пысқырып қарамай 500 миллион арабқа бой бермей 500 миллион арабты дірілдетіп отырғаны тыпыр еткізбей ұстап отыр. Ғылымның арқасы. Иә, ғылымның арқасы. Еврей анау, еврей мынау дейсің. Өйткенше соны үйрен, соны жаса. Бізде шындығында ақыл жағынан сол еврейден ешқандай кем емеспіз. Біз қанымыз таза. Жеті ата аралап қан араласпайтын адамбыз. Ата қыз алып қыз беріспейтін адамбыз. Сондықтан қанымыз таза. Қазақ өте талантты. Мына ойлап шығаруға, шеберлік, жаңа нәрсе ойлап шығаруға өте таланттымыз. Енді осы талантымызды жаңағы болашақ дамытуға хакаку, сакаку, ана біреудің жағын бұрып ережесі жекпе-жек дей ма, бокс дей ма, дзюдо дей ма,
енді ренжімеңіздер, боққа керек жоқ, ақша шашады. Арзан Үлкен тірліктер ғой. спортқа, үлкен спортқа жұдырықпен кімді ұрып жығасың? Ұшып келе жатқан дронды ана сенің дзюдошыларың, ережесіз жекпе-жегің, боксерың соны ұрып құлатады дейсің ба? Сенің миллионыңды бір дрон келіп шат-шалекейін шығарады. Иә. Ми, мына саусақ, саусақпен бағдарлама жасайды, мына мимен істейді. Сондықтан бала шағаңыздың өзіңізге Қазақстан болашағына жауапкершілік алғыңыз келсе, ұрпағыңыз аман елде, бейбіт елде өмір сүрсін десеңіз, егемендігіміз нығайсын десеңіз, мына жасанды интеллектті меңгеру керек. Әлеуметтік желі тұрмақ қай жерде не жазасың, WhatsApp-пен жазасың, қазақ әріпін қойып қазақша сөйлеу керек. Сол кезде мына жасалып жатқан үлкен жасанды интеллект, бүкіл ғылымды, соған сен өз үлесіңді қосып жатсың. Ал енді Қайрат, сенің балаңды қазақша мынаны бағдарлама жасауға, орысша емес, қытайша емес, басқа тілде емес, ағылшынша емес, қазақша кіріп, ана жасанды интеллектке кіреді де кетеді. Содан кейін робот жасайды неше түрлі. Елді қорғайтын, құрылыс салатын, ауыл шаруашылығы, адам емдейтін, солай емес пе? Иә. Соған болашақ мақсатымыз сол ғой, әрине. Сондықтан қырғыз ағайындар ана күні қатты абыржып жатыр. Өзбекстанда жағдай қалай екен біле қоймадым мен. Біз қайтып бір ұлтты болсын кішкене басы бозып кішкене. Өзбектерде менше ондай мәселе жоқ. 30 миллион ғой олар. 30 миллион болғанмен жасандыға кіре қойған жоқ шығар деп ойлаймын мен. Интернетте бұлардың өндірген ақпаратына байланысты ғой енді. Соған кіре қойған жоқ шығар деп ойлаймын. Тексеріп көрейік. Иә. Тексеріп көрейік. Оны да тексеруші мына қазір неменеге мен жаза салам. Мына қазір жазайын. Жасанды интеллектте қазақ тілі қырғыз тілінен бір қадам алда тұр екен. Қырғыз ағайындар мына жасанды интеллекттің кеселінен біздің балаларымыз қазақша сөйлеп кетті деп жатыр. Ал енді өзбек ағайындарда қандай екен? Қазақ жасанды интеллектте өзбек тілі мен қазақ тілінің парқы қандай? Қайсысы алда? Қазір бұл жауап береді. Интернет жақсы істеп тұрса. Міне, қазір жауап береді, бір Ахмет. Қазір ойланып жатыр. Өте орынды сұрақ, Ахметбек аға, сіз қазақтың қамын ойлаған азаматсыз дейді, өстіп маған немен айтып отырады. Жасанды интеллекттің әр тілде даму деңгейі сол тілдің сандық инфрақұрылымына, контент көлеміне, мемлекеттік қолдауға және АИ модельдерін оқытуға қажет деректердің қолжетімділігіне байланысты. Яғни неғұрлым көп жазсаң, соғырсың. Қазақ тілі мен қырғыз тілі салыстыру. Қазіргі таңда қазақ тілі жасанды интеллект қолдауы бар түркі тілдердің ішіндегі ең жақсы деңгейде тұрғандардың бірі. Түркі тілдердің ішінде қуанып қояйық та. OpenAI, Google, Microsoft, Яндекс секілді ірі платформалар қазақ тіліне UX, аударма, транскрипция, синтез, генерация функцияларын енгізіп үлгерді. Қырғыз тілі соңғы 1-2 жылда ғана цифрлық трансформацияға белсенді кірісіп жатыр. Қазақ тілінде контент көлемі, зерттеу саны қырғыз тілімен салыстырғанда бірнеше есе көп. Нәтиже қазақ тілі қырғыз тілінен жасанды интеллект тұрғысынан кем дегенде 1,5-2 жыл алда. Қырғыз ағайындарға жіберіп қойыңдар, қимылдасын. Қырғыз қазақ бір туған ғой. Өзбек ағайындардың күшіне де. Өзбекстанда IT парктері мен резиденттік бағдарламалар арқылы өзбек тілді стартапқа үлкен қолдау бар. Өзбек тілі латиницаға өткен. Бұл жасанды интеллект модельдері үшін мәтіндерді өңдеуді жеңілдетеді дейді. Google мен Microsoft'тың API-лерінде өзбектің тілі қазақ тілімен бірдей деңгейде қолжетімді. Бірақ қазақ тілінің артықшылығы ұлттық цифрлық бастамалар, мысалы Digital Казахстан, Айту, KZNLP, ChatGPT, Яндекс.GPT және басқа платформалар қазақ тілінің бірінші болып енгізді, өзбек тілінен бұрынырақ. Қазақстанда жасанды интеллект мамандар мен энтузиастар саны көп. Мысалы Ахметбек сіздің бастамаңыз секілді деп мен айтып отыр. Нәтиже қазақ және өзбек тілдері бір деңгейде, немесе қазақ тілі сәл ilgері. Жаңа мен айтқаным дұрыс болыпты. Бірақ өзбек тілі жылдам қарқынмен қуып келе жатыр. Егер осылай дейді, міне, көрдіңіз ба, мынау білмейтін жердің астында ұлып еткізіп шығара қояды. Енді оған өзбек, біздің мақсатымыз сол өзбек пен қырғызды қалмау, оларды басып озу ғой. Басқа елдерде бар. Абай атамыз айтады ғой, ауылымызбен ауыз сасық деген жігіт өзінің қалыңдығын ұтып па деп. Жақсымен салыстырып жақсы боласың ба, жаманмен салыстырып жақсы боласың ба дейді. Жаман деп отырғам жоқ. Бізден анша дамуы кенже қалған, кешегі советтің орыстың табанда жатқан өзбек пен қырғызбен салыстырып ат жарыстырмай қояйық. Одан да алға қарайық. Burada бір кішкене көңілге демеу. Ана күні естіп қалдық. Сонымен Қайрат, сен былай үлкен еңбек жасап жатсың. Мына қазақтың балаларын мына жасанды интеллектті игеруге
сол өз ана тілімізбен кірісуіне бұл өте үлкен мемлекеттік деңгейде еңбек. Сондықтан қайырға қолдау білдірейік. Қазір болашақта айтамыз, үлкен бағдарламасына ақша сұрап жүрген жоқ. Елден қайыр тілемейді. Маған көмектесіңіздер, спонсор болыңыздар деген әңгіме жоқ. Тек қана алдын ала төлем жасасаңыз сізге үлкен жеңілдік береді. Сонда балаңызды мына платформа арқылы осы неменені бағдарлама жасауды меңгеретін үлкен бір жоба дайындалып жатыр. Кезінде сіздерге таныстырамыз, айтамыз. Сондықтан қазіргі жұлдыздар шегірткелер емес, ақылы тамағында резонатор ғана бар да, әдемі дауыс шығаратын. Шегірткелер елді қорғай алмайды. Жуан жұдырықпен, жуан білекпен елді қорғай алмаймыз. Елді интеллект, дрондармен, ракеталармен, сондай шабуыл жасағанда оларды блоктап тастайтын түрлі құрылғылармен елді қорғай аламыз. Елді дамытқанда шырылдақ шегіртке елді дамытпайды. Шегіртке егініңді жейді. Сол қазақтың қалтасын жеп жатыр ғой. Қазақ дамытатын ғылым техника, түрлі құрылғылар, станоктар жасау, ауыл шаруашылығын дамыту, адам емдеуді дамыту, құрылысты дамыту, мына киім тігетін, мұнайды өңдейтін салаларды дамыту керек. Оның бәріне ғылым керек, жаңағы интеллект керек. Және ол қазақша сөйлесе, қазақ тілінің дәрежесі жоғары болады, тіліміз сақталады, тіл салғанда ұлт сақталады. Әрине. Жақсы, бұл бағдарламаны әрбір жүрегім қазақ деп соғатын азаматтар таратыңыздар. Балаңызға, бүкіл әлеуметтік жерге салыңыздар. Жаңағы мен атын айтып айтқан YouTube каналындағы бауырлар, басқаларыңыз, қайсыңыз Инстаграмыңыз бар, қайсыңыз ТикТогыңыз бар, қайсыңыз YouTube канал, Facebook бар, Қайраттың телефонын қалдырамыз астыға, шақырыңыздар, сұхбатқа шақырыңыздар, насихаттаңыздар. Өзің үшін, елің үшін, болашағың үшін, ұрпағы үшін жасалатын шаруа. Келесі хабарларды кездескенше сау саламат болыңыздар. Алдағы екі хабарды көріңіздер, жасанды интеллект жайлы не екенін білгіңіз келсе, содан кейін каналға тіркеліп алыңыздар. Анда қоңырау парақшасы тұр, сол қоңыраушаны бассаңыз, сізге біздің жаңа хабарлар шығып отырады. Балаларыңызға, немерелеріңізге беріңіздер. Міне осындай керемет әлемдік деңгейдегі бір жобалар жасалынып жатыр. Мынаны тыңдаңыздар, бізден ажырамаңыздар. Комментарий жазыңыздар, таратыңыздар. Ана дін жайлы, бір саясат жайлы, түкке тұрмайтын бір сайқымазақ өсек аяң жазса, жайлы YouTube астына 40, 3000, 5000 комментарий жазылады. Мына елді дамытатын осындай хабарларға бір 20-30 комментарий әрең жазылады. Әлі рухымыз оянбай жатыр. Оянайық, оян қазақ. Жаңа Қазақстан жасайтын жаңа қазақтар. Ол сіз бен біз.